Тәубе деймін. Қазір осы айтқан сөздерімді шын жүректен айтып отырмын, балам. Қолда күш, баста бақ бар кезде ақша деген адамды тез азғырады екен. Ол уақытта азуыңды, сөзім өтімді, байдың бәйбішесі атанып тұрған шағым еді. Бәрі менен иемнен бетіме тік қарап сөйлей алмайтын. Өзімнің қыз келіндерім түгілі туған туыс пен көрші қолаңның келіндері де ибалық танытып иіліп тұратын. Уақыт зымырап өтіп жатты. Ең кенже ұлымды үйлендіретін кез келгенде аянып қалмай қыз іздедік. Қара шаңыраққа ие болатын келін деп текті жерден көргенді отбасынан қыз алуды ойладық. Бірақ адамның жоспары бір басқа да, Алланың жазғаны бір басқа екен. Біз таңдаған қыздар ұлыма ұнамады. Кенжеміз болған соң, ақыры өзі таңдаған қызға құда түсіп сырға салып қайттық. Біздей дәулетті болмаса да құдаларымыз өте сыйлы, тәрбиелі жандар екен. Қолдарынан келгенше құрмет көрсетіп, тойды өткізіп, келінді үйге түсіріп алдық. Келінім алғашқы күннен-ақ бауырмал, кішіпейіл, қарапайым жан екенін байқатты. Бірақ менің ішімде қара шаңыраққа ие болатын келін сәл пысықтау, мінездірек болса екен деген ой жүретін. Себебі шал екеуміз тиыннан жинап құраған дүние мүлкімізге ие болсын деген армандадық. Келіннің аяғынан дегендей көптеген жақсы істер осы келін келгеннен кейін басталды. Шал да келінге ерекше ықыласпен қарады. Қандай шаруа болса да ақылдасып істейтін келінім де. Әке былай істейін бе, әлде былай істейін бе деп міндетті түрде рұқсат сұрап барып кірісетін. Осындай мамыржай күндердің бірінде біз күтпеген жайсыз оқиға болды. Үйден ақша жоғалып кетті. Төбемізден жай түскенде күй кештік. Үйде бөтен ешкім жоқ, тек шал екеуміз, ұлым мен келінім ғана. Ішімізбен тындық. Келіннің қолының сұғанақтығы бар мекен, қыздығып кетті мекен деген күдік келінімізге ұялай бастады. Содан кейін келіннің әр басқан қадамын аңдайтын болдық. Ал ол болса ештеңеден хабарсыз. Адамдай бұрынғы қалпында жүре берді. Бірнеше уақыт өткен соң шалдың қалтасынан тағы ақша жоғалды. Бұл жолы ашуыма ерік беріп, сен алдың деп келінді аяусыз сөктім. Келінім болса, апа, не айтып тұрсыз? Мен ештеңе түсінген жоқпын. Қандай ақша? Мен ешқандай ақша көрген емеспін деді, көз жасына ерік беріп. Бірақ мен сенбедім. Шал да менің сөзіме еріп келінге бұрынғыдай қарамайтын болды. Өз бөлмемізді құлыптап, ақша мен бағалы заттарды жаздырып қоятын әдет шығардық. Арада бірнеше ай өткенде үйдегі ақша тағы жоғалды. Не істерімізді білмей дал болдық. Осы оқиғадан көп ұзамай ауылда мал бағып отырған адамдардан хабар келді. Ұлыңыз бірнеше қойды сатып, ақшасын алып кетіпті деді олар. Сол сәтте нағыз ұрының кім екенін белгілі болды. Үйдегі ақшаны алып жүрген өз ұлымыз болып шықты. Біз болсақ сорлы келінді кінәлап, жазықсыз жанның жүрегін жаралаппыз. Соңғы кездері келіннің жүдеп кеткені де содан екен. Шал екеуміз бұған дейін келінді тексеру үшін 2 рет әдейі ақша қойып көргенбіз. Бір жолы бөлмесіндегі кілемнің астына тығып қойдық. Келінім үй жинап жүріп тауып алып, әке үйде ақша жатыр екен ғой деп әкеліп берді. Біз сыр білдірмей, қандай ақша екен деп алып қойғанбыз. 2-ші рет қойған ақшамызға тіпті қолда тимеген. Сонда да күдігімізден ара алмай қойғанымыз қандай өкінішті еді. Не жетпейді бұған, неге бұлай болды деп күні-түні жыладым. Ал келінім болса, апа уайымдамаңыз, Алла жұбайыма иманы ымсап берсін деп адасып кеткен шығар деп мені жұбататын. Өзі жапа шегіп жүрсе де бізді жұбататын еді. Ұлым ақшаларды алып кетіп біраз уақыт жоқ болды. Кейін үлкен ұлым тауып әкелді. Сөйтсек жаман ортаға кіріп, құмар ойынға тәуелді болып кеткен екен. Ақша десе ақша, киім десе киім дайын тұрған өмірге өзі де үйреніп қалған. Сонда түсіндім. Баланы шектен тыс еркелету жақсылық емес екен. Жастайынан еңбекке баулып, маңдай тердің қадірін үйрету керек екен. Бір жылдан кейін келінім ұл туып, үйімізге қуаныш оралды. Немерелі болған соң ұлымда түзелер деп үміттендік. Бірақ бәрі керісінше болды. Басында жақсы көрген жарына енді қол көтеруді әдетке айналдырды. Ал мен болсам, күйеуіңді уысыңды ұстай біл, қайда баратынын сұрақ, қаттырақ бол деп келінге ақыл айтатынмын.
байғұс келін менен именіп сұранса, ұлым, өзім білемін, мен сенен сұранып жүруім керек пе деп ұрып-соғып тастайды екен. Мұны кейін білдік. Кейде апталап үйге келмей кететін. Біз де келінді сарылып күтетінбіз. Осылайша 4 жыл өтті. Ал келін болса күннен күнге асып тозып жүдеп бара жатты. Талай рет таяқ жеді, бірақ бірде-бір рет ата-анасына шағымданған жоқ. Төркінге де кетпеді. Үнсіз ғана өз міндетін атқарып жүре берді. Қазір ойласам, сол кезде жылы сөз айтып қолдау көрсеткенімде бәрі босқаша болар ма еді? Өкінішке қарай ұлыма деген ашуымды келіннен алатынмын. Неге қатты болмайсың, неге тыйым салмайсың деп маза бермейтінмін. Ақыры біздің тозаққа айналған тіршілігімізге шыдай алмай келінім кетіп қалды. 2 күннен кейін шал екеуміз барып қайтармақ болдық. Бірақ ол, маған риза болыңыздар, сабырдың да шегі бар. Енді менің үстіме алтын шашсаңыздар да ол босағадан аттамаймын. Үйіме ашумен емес сабырмен келдім деп көп күттім, бірақ енді кеш деді. Ұлымды бермеймін дегенге ашуға булығып, бармасаң барма, бермесең берме. Өз туған ұлым ата-анасына жақсылық қылмағанда сенің ұлың бізге жақсылық қылады дейсің бе дедім. Сол сөзімнің салмағынан кейін ғана түсіндім. Жаратқанның сөйлегенде абайлап сөйлеңдер деген ескертуі бекер емес пе екен. Менде өзін мәңгі жасайтындай көреді. Бірақ уақыт бәрін өз орнына қояды екен. Қателігімді кеш түсіндіріп тәубеге келтіреді екен. 10 жылдың ішінде кенже ұлым қайтыс болды. Артынша қызымнан айырылдым. 2 жылдан соң үлкен ұлым да дүниеден өтті. Шал екеуміз үшін бұл қасірет тым ауыр болды. Ақыры шалдың жүрегі шыдамай инсульт алып бірнеше айдан кейін ол да бақилық болды. Сонда баяғы бір ауыз сөзім есіме түсті. Шалды жерлеуге немеремді шақырттым. Келінім немеремді ертіп келді. Менің өз балам жақсылық қылмаған сенің балаң қылар дейсің бе деген сөзім үшін өмір бойы өкінгенім сол еді. Немерем атасының қабіріне барып топырақ салды. Міне жақсылық. Ал соған топырақ салатын өз әкесі әлдеқашан жер астында жатқан еді. Іште күйіп, іште сыздау ең ауыр шірік екен. Мұндай кәрілікті ешкімнің басына бермесін. Кезінде бір ауыз сөз үшін осыншалықты қымбат құн төлейтінімді қайдан білейін. Әттең, келінім құран оқытып болған соң немеремді қасыма қалдырды. Біраз, сіз уақыт қасыңызда жүрсін, сіз жалғызсыз деді. Сол кезде жүрегім елжіреп кетті. Уақытында осы ақылды сабырлы ақжолтай келінімнің қадірін білмегенде бәлкім бәрі басқаша болар ма еді. Кім білсін, тек тәубе деймін. Жаратқан ием біліп білмей жасаған күнәларымызды кешірсін деп тілеймін. Осылай деп кейуана басынан өткен ауыр хикаясын аяқтады. Мен үнсіз қалдым. Жүрегім ауырып тұрды. Расында адам қандай тағдырға тап болса да одан сабақ алуы керек екен. Тұрмыс ең үлкен ұстаз. Қаншама тағдыр, қаншама өкініш, баланың дүниеге келгенін ғана емес, оның иманды ынсапты болу өсуіне де тілек тілеу керек екен. Иман берсін, ынсап берсін деген сөздің қадірін сонда түсіндім. Кімге қандай кәрілік бұйырарын ешкім білмейді. Сондықтан бүгінгі баққа мастанбай, ертеңгі күнде ұмытпаған жөн. Жаратқан жас ұрпаққа, балаларымыз бен қыз-келіндерімізге иман аңсап берсін, көркем мінез нәсіп етсін.